Елдің барлық азаматтарына белгілі болғандай, 2007 және 2010, 2017 және 2019 жылдары Қазақстанның экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей нұсқауы мен қолдауы бойынша Қазақстан үкіметі республика банк секторына орасан зор қаржылық көмек көрсетті. Ол көмектің аты сауықтыру деп аталды, тырнақшаның ішінде. Естеріңізге салайын, триллион теңгемен өлшенетін бұл сауықтыру көмегі болашақ ұрпаққа деп аталатын ұлттық қордың есебінен берілді. Халық есебінен май-шелпекке батқан банкілер Жусанмен біріккен АТФ пен Цесна банкі, Халық банкі, Евразиялық банкі, Центркредит банкі, Нұрбанк және РБК банкі. Дегенмен 2017 жылдан бері тағы да мүдделі кланның команда беруімен банктердің бірін екіншісіне қосуға арналған қитұрқы схемалар жасалып, нәтижесінде бір отбасы бірнеше банкты толығымен жұтып қойды. Бұның ақыры экс-президенттің қоры мен Жусан банкке байланысты әлемдік шырғалаңмен аяқталды. Дәлірек айтқанда, бұл скандал әлі біткен жоқ толығымен. Ел азаматтары мен мәжіліс депутаттары болашақта бұл афераның анық-қанығын анықтауы тиіс деп ойлаймын. Депутат мырзалардың есіне салайын, егер журналистердің халықаралық зерттеу консорциумы болмағанда, біз Қазақ банкісін шетелдіктер иеленіп кеткенін білмес едік. Құрметті мемлекеттік менеджерлер, енді міне менің сайлаушыларым, ұлттық қордың есебінен тойынған банкілер өз акционерлеріне неге дивиденд төлейді деген сұрақ қоюда. Мәселен, алдағы маусым айында Халық банкі өз акционерлеріне дивиденд ретінде $500 миллиард жуық ақша төлемек. Әрі қарай түсінікті болу үшін ақпаратты орыс тілінде алғанды айтайын. Народный банк Казахстана направит на выплату дивидендов за 2022 год до 50% чистой прибыли за этот год. Говорится в материалах к годовому общему собранию акционеров, который пройдет на днях 25 мая. Размер выплат составит 25,38 тенге за одну бумагу. Это около 277 миллиардов тенге из чистой прибыли, которая составляет 554 миллиардов тенге. Жалпақ жұртқа мәлім деректі еске сала кетейін. Халық банкінің 56,39% акциясы Алмекс компаниялар тобы арқылы Динара және Тимур Құлыбаевтардың иелігінде. 23,13% иесі Нью-Йорк банкісі. Енді сіздерге нақты сұрақ қойын. Ұлттық қордың алдындағы берешегін қайтармаған Халық банкінің бұл 554 миллиард теңге таза пайдасы қайдан және қалай пайда болды? Бүкіл елді кедейшілік пен қайыршылық жайлаған кезде бұл не қылған есепсіз батпан құйрық. Халық банкі және халықтың есебінен сауыққан басқа банктер ұлттың қордың алдындағы қарызын халыққа қайтармай тұрып, дивиденд төлеу практикасын сіздер қалай түсіндіріп бересіздер? Өткен 6 жылда қай банк, оның ішінде Халық банк, ұлттық қордың қанша қарызын қайтарды? Осыған байланысты мен мәжіліс депутаттарын Халық банкі мен ұлттық банкінің есебін тыңдауға шақырамын. Бұл финанстар мәжілістің алдында есеп бергенге дейін тиісті мемлекеттік мекемелерден банкілік дивидендтер төлеуді тоқтата тұруы қажет деп ұсынамын.